Кайырлы таң, құрметті көрермен. Эфирде Атқан таңға ақ тілек бағдарламасы жүргізушісі мен Еркен Азатқожа. Арайлы батқан таңдарыңыз тек қана жақсы жаңалықтарға толы болсын. Бүгін біздің студиямызда қонақта гуманитарлық факультетінің белсенді студенті Сұлтан Бейбарыс Нұртөлеуов. Қош келдің, Сұлтан Бейбарыс. Қош көрдік. Ең алдымен осы өзің белсенділік жұмыс атқарып жүрсің студент төңірегінде. Сол жөнінде қысқаша ақпарат бере кетсең, қандай ұйымдарда болдың осы уақытқа дейін? Қазіргі таңда біз Шәкәрім атындағы университетте оқимыз. Шәкәрім университетінде негізінен 5 факультет, және 5 факультетте өздерінің кіші деканаттары жұмыс жасайды. Мен сол 5 факультеттің гуманитарлық экономика факультетінің студенті боламын. Сонда кіші деканатта жұмыс жасаймын. Бірінші курстан түскеннен бері осы кіші деканаттамын. Кіші деканат үшін, яғни факультет үшін университеттік шараларды ұйымдастырып, соның төңірегінде жүрміз. Жақсы. Енді осы жаңағы тоқталып өтсең, кіші деканатқа негізінен ұйымда қанша бала бар, және де кіші декан болу үшін арнайы білім деңгейінде жақсы болу керек. Білімше сені қалай таңдап алды? Қазіргі таңда біздің кіші деканатта 30-ға жуық студент жұмыс жасап жатыр. Структураның ішінде. Негізінен біз бірінші курстарды қабылдап алған болатынбыз. 100-ге жуық студент, олардың ішінен іріктеп, яғни өзіміздің орнымызға ұйымдастырушы ретінде болашақта қойып кететін студенттер дайындап жатырмыз. Ал негізінен бұл кіші деканат негізінен бөлінеді, яғни кіші декан және оның орынбасарлары, хатшы қызметін атқаратын студенттер бар, ұйымдастырушы және де хореограф, тағы да басқа жұмыспен айналысатын студенттеріміз бар. Негізінен кіші декан болу үшін аса бір ондай қабілет, қасиет керек емес. Тек сіз лидерлік качествоңыз болса болды, және көпшілік ортада өзіңізді ұстай алып, ораторлық қасиетіңіз болса жеткілікті. Жақсы. Білуімше, жыл басталғанда студенттер келеді, студенттерді қабылдау кеші өтеді. Сіздердің факультеттеріңізде қандай деңгейде өтті? Факультеттік деңгейде бұйырса болады. Негізінен біз университеттік деңгейде өткізген болатынбыз. Осы жақында Тайқазан ресторанында онда 1500 студентке дейін студенттер қабылдау кеші қамтылған болатын. Ол жерде түрлі ойындар, түрлі қызықты кештер болды. Студенттер бәрі риза болды. Сол. Жақсы. Осы кіші деканат құрамына алғаш кіргендегі әсеріңмен бөлісе кетсең? Негізінен мен бұндай іс-шараға араласпайын деп ойлаған болатын. Бірінші курсқа келген кезде менің басты мақсатым өзімнің оқып жатқан мамандығымдағы білімімді алып, сол біліммен болашақта жұмыс істеймін деген мақсат болған. Келгеннен кейін бізді кіші деканат құрамымен таныстыра бастады. Басында қызықпадық, одан кейін жүре келе балалардың баруымен қызыға бастадық. Қызыққанымыз соншалықты соған беріліп те кеттік. Таң атпай сабаққа барып, кеш батысы сол ұйымдастырылған шаралармен соларды жасау, құрау арқылы университеттен кеш қайтқан кездеріміз де көп болды. Негізінен кіші деканат ол белсенділік өмір болып есептелінеді. Яғни бізді сабақтан тыс уақыттарымызда құр босқа уақыт өткізбей, сол белсенді нәрселермен айналысуға әкеліп соқтырды. Жақсы. Жаңа өзің айтып өткенде гуманитарлық факультеттің тарих кафедрасында оқисың, иә? Тарих пәнінің мұғалімісің. Бұл мамандықты қалай таңдадың? Болашақтағы бұл мамандық бойынша жоспарларың бар ма? Кейбір кісілер археологияға қызығады. Ол жаққа деген қызығушылығың қандай? Тарихқа келуімнің себебі негізінен мен тарих мұғаліміне қатысты болды. Яғни негізінен менің басты арманым мемлекеттік қызметкер болу керек болған. Осылайша тарихқа келдім. Мен тарих арқылы мемлекеттік қызметкерде болашақта балаларды оқытатын педагогта болғым келеді. Алда мақсаттар көп, тек осы берілген білімді толығымен орындап, атқарып, болашақта сол білім арқылы біздің өсіп келе жатқан балаларымызды жақсы бір білім беріп, соларды бір тұлға ретінде қалыптастырғымыз келеді. Алда мақсатымыз осы оқу бітіргеннен кейін көптеген іс-шаралармен айналысу, тарих жолында күресу, мүмкін болса республикалық деңгейдегі бір доктор, академик атағын алу. Жақсы. Білуімше, университет төңірегінде тарих кафедрасының мұғалімдерінің ұйымдастыруымен тарихшылар керуені деген арнайы бір жоба бар. Сол жоба жөнінде айта кетсең? Бұл жоба негізінен біздің оқытушыларымыздың ұйымдастыруымен өткізіліп жатыр. Яғни бұл жерде студенттер, тарихты бітіріп кеткен магистрлар, докторанттар болсын, жалпы тарих кафедрасына қатысы бар барлық азаматтар қамтылған. Бұлдан үлкейген
қариямызбен кішейген баламызға дейін тарихшылар керуені болып, түрлі тарихи ордаларға барып аралайтын боламыз. Яғни біз бірінші курс болып келгенде бұл мәселе басталды. Біз ол кезде осы ақынымыз Абай туған жер Жидебайға барған болатынбыз. Осы біздің оқытушыларымызбен және факультет деканы бар, тарих кафедрасының студенттері арқылы барып, сол жермен танысып, білісіп, білген білімімізді одан ары тереңдете түстік. Жақсы. Осы структураның көлемінде қаншалықты жиі шаралар ұйымдастырып тұрасыңдар, шығармашылық кештер? Біздің университетімізде негізінен күнде іс-шара өткізіледі. Тренинг болсын, жиналыс болсын, бір бітіріп кеткен біздің ұлы тұлғаларымызбен кездесу болсын, күнде іс-шара өткізілетін болады. Яғни іс-шара өте жоғары деңгейде өткізілетін болады. Біздің іс-шараларымыз тек университет көлемінде емес, республикалық, қалалық көлемде де қаламызда бір іс-шара болатын болса, негізінен біздің Шәкәрім университеттің студенттері сол жерде ұйымдастырушы, кезекші болып қызмет атқаратын боламыз. Жақсы. Қазіргі студенттердің белсенділік деңгейі қандай деп ойлайсың? Қазіргі студенттің белсенділік деңгейі өте жоғары. Өйткені біздің жақында ғана біздің Шәкәрім университетінде академиялық атқылық және академиялық сағат деген нәрсе жүйе енгізілген болатын басшылықпен. Бұл жүйе бұл сағатты орындамай студентке қатаң тәртіп қолданылатын болады және бір курстан келесі курсқа көшірмейтіндей жағдайлар қарастырылып отыр. Яғни бұл студентті белсенділікпен қамту, яғни құр босқа уақытын өткізбеу деген мәселелерді қарастырады. Бұл жайлы студенттер академиялық сағат үшін көптеген іс-шараларды ұйымдастыруға өздерінен құқылы және соны қалап тұрады. Сонымен біздің университетімізде осыған байланысты іс-шаралар өте көп болғандықтан белсенді студенттердің саны да өте көп. Жақсы. Жас студенттердің, жастардың бойына патриотизм сезімін ояту мақсатында қандай шаралар ұйымдастыруымыз керек деп ойлайсың? Патриотизм ояту үшін алдымен қазақ тілінде ұйымдастыруымыз керек. Көбінесе біз тарихшылар патриотизмға байланысты көптеген нәрсе ұйымдастырамыз. Жақында ғана кафедрамызда TEDx бойынша TEDx History деген докторанттардың ұйымдастыруы өткізілген. Бұл жайында студенттерге ойын ашық жеткізу мақсатында нәрселер қозғалды. Яғни олар қазіргі болып жатқан проблемаларға байланысты өздерінің ойын ашық жеткізе білді. Сондағы кейбір студенттер кезіндегі алаш тұлғаларының ойын сол жерге әкеп соқтырған болатын. Осы арқылы біз студенттеріміздің патриоттық саналарын биік қоя аламыз. Қазіргі жас студенттердің әртүрлі ұйымдарға деген қызығушылығы қандай деп ойлайсың? Жыл басы басталғанда арнайы универде ұйымдар жәрмеңкесі өтеді. Сол ұйымдар жәрмеңкесінде арнайы өздері топтарға бөлініп өнерлерін көрсетеді. Сол келген жаңа студенттердің белсенділік деңгейі қандай болды биылғы? Биылғы студенттер өте белсенді болды. Әрі көп студенттер Шәкәрім университетіне түскен екен. Ұйымдар жәрмеңкесінде негізінен ұйымдарымыз өте көп. Ол жастар рухы болсын, студенттер, Қазақстан студенттер альянсы болсын, жалпы пікірсайысқа байланысты конгресс, парасат сынды көптеген ұйымдарымыз бар. Ұйымдар жәрмеңкесінде студенттер өте белсенді және өздеріне керек ұйымдар тапты деген ойдамыз. Яғни бизнеске қатысты, бизнеспен қызығатын студенттеріміз де көп екен. Яғни НФТ Шәкәрім деген біздің өзіміздің ұйымымыз бар. Ол республикалық деңгейде жұмыс жасап жатыр. Және студенттер, Қазақстан студенттер альянсына көптеген студенттер түсті. Олар жалпы биыл рекорд қойған болатын. Студенттерді қабылдауда 700 студентке? 700 студентті қамтыған болатын. Осы уақытқа дейінгі өзіңнің жеткен жетістіктерің туралы айта кетсең? Осы уақытқа дейінгі негізінен мен мектепті алтын белгіге бітіргенмін. Универге келгеннен кейін осы тарихтан болған республикалық 2 сайысқа қатыстым. Біреу онлайн түрінде өтті. Яғни осы біздің Семей қаламызда орналасқан медакадемияның ұйымдастыруымен өткен болатын. Сол сайыста біз республикалық турнирде 2-ші орын алдық. Және осы келесі бір сайыста 1-ші орын алған болатын. Қазақстан тарих пәнінен. Одан кейін негізі спортпен де айналысам. Қазақша күрестен спорт мектеп түлегі боламын. Осындай шараларды ұйымдастырушымын, негізінен белсендімін. Жақсы. Жастық шақты қалай тиімді пайдалануға кеңес бересің? Тиімді өткізуге кеңес беремін. Ол яғни студенттегі белсенділікпен ұштаса келеді екен. Бұл біздің тиімді уақытымыз осы белсенділікке байланысты. Яғни уақытымыздың босып кетпеуі,
тиімді өтуі, әрі қызықты өтуі, көп достарымыздың болуы, әр сәтке кейде қиын сәттеріміз болады, сабақтан қиналып ауылымызды сағынатын кездеріміз де болады, кейде осыған разы болатынымыз да кездеріміз болады. Негізінен жастар бұл студенттік шақта келесі бір үлкен өмірге қадам ретінде білсе, бұл қадамды қалай бассақ, біз ертең үлкен өмірде солай жүретін боламыз. Бұл уақытта барынша жас кезімізде алатын нәрсемізді көбірек алып қалып, яғни білім болсын, ол тәжірибе болсын, ол яғни белсенділік өмірге деген атсалысыңыз болсын, тағы түрлі мәселелерді осы жастық шақ қамтиды екен. Яғни студенттік өмірде барынша жастарымыз түзу жолда еңбек ету керек екен. Жақсы. Кітап таусылмайтын қазына деп жатады, иә? Өзің қаншалықты кітапты жиі оқисың? Қандай шығармаларға қызығасың? Мен негізінен қазақ әдебиет шығармаларына қызығамын. Яғни дін жайында болсын, әдебиет жайында болсын қызыға беремін. Жақсы. Тарих пен әдебиет негізі ұштасқан дүние ғой. Жақсы. Алдағы уақытқа қойған ұйымның, яғни кіші деканаттың жоспарларымен таныстыра кетсек? Яғни біз кіші деканат ретінде алдағы уақытта бірінші курсымызды аман-есен қабылдап алып, структурамызды реттеп, түрлі іс-шаралар ұйымдастыру ойымызда бар. Яғни біздің жылда өтетін талант фест атты үлкен қалалық деңгейді қамтитын сондай іс-шарамыз бар. Алдағы уақытта соған дайындалатын боламыз, және жақында келе жатқан Вена балы бар. Оған да қарқынды түрде дайындық үстіндеміз. Яғни университет атынан шығатын студенттер бұйырса жеңіспен қайтуына тілектеспіз. Қарап жатқан іс-шараларымыз өте көп. Білуімше, осы 10 қараша күні Отырар мейрамханасында ректор балы өтеді. Оған факультеттен қанша бала қатысады? 22 студент қатысады. Олар қазіргі таңда дайындықта. Бүгін репетиция болып жатыр. Олар дайындықта. Ертең Отырар мейрамханасында ректор балы өтеді. Осыдан өткен факультет қалалық деңгейдегі Вена балына қатысатын болады. Енді барынша барлық 5 факультетке де сәттілік тілейміз. Жақсы. Осы ұйымдастырылатын шараларда арнайы бір демеушілерің бар ма? Қаржылық жақты қалай шешесіңдер? Біз әр нәрсені ұйымдастырар кезде, яғни оған қаражат керек болады. Оның жалпы ұйымдастыруына осы киім сататын, фастфуд сататын дүкендермен келісім шартқа отырып, оларды өзіміздің историямызға бөлісу арқылы белгілі бір түрде оқырман жинап береміз. Соның орнына біз оған арнайы қаражат алып, сол қаражатқа өзімізге керек нәрсені алып, сол істі ұйымдастырып, және сол іске қатысқан адамдарды қонақ ретінде шақырамыз. Мысалы, ректор балын Қазақстан студенттер альянсының студенттері ұйымдастырып жатыр. Ол кісілерде көптеген осы фастфуд сататын дүкендермен серіктестік орнатып жатқан көрдік. Енді өзіңе тоқтала кетсең, жаңа мектепті алтын белгімен бітірдім дедің, сонда қай өңірдің тумасың, қай мектептің түлегісің? Мен осы Аягөз ауданы, Өркен ауылы, Сәкен Омаров атындағы жалпы білім беретін мектептің түлегімін. Сол жердің тумасымын. Негізінен сол белсенділігімді сол кісілер қалыптастырып, яғни фундамент деп атады. Сол қабырғамды сол кісілер қалыптастырып кеткен, яғни сол кісілерге үлкен алғысымды білдіремін, яғни Сәкен Омаров атындағы мектептің басшылығына өзімнің алғысымды білдіремін. Жақсы, онда бір жерлес екеміз. Барша Шұбартау халқына жылы лебіздерімізді арнаймыз. Жақсы, бейбарыс, өте белсенді студент екенін көрініп тұр. Бізге келіп сұхбат бергеніне көп рахмет. Енді өзіңнің ата-анаңа және де кіші деканат құрамына жылы лебізіңді арнаймын десең, мархабат. Менің тілеуімді тілеп отырған менің ауылдағы ата-анама жалынды сәлем. Мен сіздердің болашақта сенімдеріңізді ақтауға тырысамын. Және де менің командам, гуманитарлық экономика факультетінің кіші деканы, өздеріңізге келе жатқан ректор балында үлкен сәттілік тілеймін, жеңіспен оралуыңызға тілектеспін. Осымен Атқан таңғы ақ тілек бағдарламасының кезекті саны өз соңына жетті. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.